код аркылуу жасалган. Яғни біз HTML кодты өзіміз білетін ChatGPT программасы бар ғой, осы программаға кіріп HTML код сұраймыз. HTML код дегеніміз информатика мамандары болса, олардың барлығына түсінікті шығар. Бұл интернетсіз жұмыс істейді. Бұл HTML кодты өзіңіз не қалайсыз, кері байланыс қалайсыз ба, бағалау қалайсыз ба, сайт қалайсыз ба, сол бойынша іздейсіз. Жаңағы жасалынған сайтқа келетін болсақ, төмендегі мәліметті пайдаланып HTML код жібер. Оқушыларды формативті бағалаудағы адаптивті модулі керек, және сабақтың тақырыбы осы болсын деп мемлекеттік рәміздер бойынша мәліметтер жібер. Мен ештеңе істеген жоқпын, тек мен HTML код сұрадым, өзі міне дайындап берді. Арналған бағалау тақтасын жасап бер, 1-ден 10-ға дейін баға және оқушыларды өзім енгізе алуым керек. Және 1 мен 5-тің арасы қызыл жансın, 6 мен 7-тің арасы сарғыш болсын, 8 бен 10-ның арасы 5-тен кейін ғой, бізде ол не болу керек, жасыл болу керек. Және соңында нәтижесін мен сақтай алуым керек. Артындағы ертегі фон болсын дедім. Осыны жібереміз. Мен ештеңе қозғаған жоқпын, өзі дайындалады, көріп тұрсыздар ма? Бұл жақсы Gemini'дің жақсы жері предпросмотр деген бөлігі бар. Яғни сіз алдын ала жасап жатқан нәрсені алдын ала қарай аласыз. Ал егер ұнамаса, мына жерде чат тұр ғой, осы арқылы өзгерістер енгізе бересіз алдына қарап. Жаңа біз ChatGPT'де жасадық, бірақ оның бір минусы шығамыз, сақтаймыз, қайтып кіреміз, шығамыз, сақтаймыз, қайтып кіреміз. Мынада дәл қасында тұрады. Міне сиқырлы тақта деп әдемі бізге дайындап берді. Дым қиындық кеткен жоқ. Мысалы Венера деп енгізейін. Келесі қайдасыз? Қайда? Сіз дұрыс сақтамаңыз. Ағылшынша қалайын ба? Қайтадан жасап бердіңіз, қайтадан жасап бер, қай жері дұрыс жасамай тұр, соны жазып жібересіз маған. Потом сізге HTML код бар ғой, сол үшеуі маған кәдімгідей өтті. Алдағы уақытта осы программалардың барлығын қолданамын деп ойлаймын.